Қараңдар, бірлік шеңбер алайық. Бірлік шеңбер деген сөз радиусы 1-ге тең. Осы шеңберге координаттар осыны қойып қояйын. Содан кейін бір стрелка қойып қояйын да. Стрелка былай қарай бұрыштарды бүйтіп айналсын. Айнала береді, айнала береді, айнала береді, айнала береді. Содан мына жерде тұрған кезде стрелка бұл нүктенің координатасы радиусы 1-ге тең болғандықтан мына жердің ұзындығы 1-ге тең болады да координатасы 1-ден 0 болады. Мына нүктенің координатасы 0-де 1 болады, потому что x'imiz 0, y'imiz 1. Мына нүктенің координатасы минус 1-де 0 болады. Мына нүктенің координатасы 0-де минус 1 болады. Енді қараңдар. Біз білеміз косинус 30 градуста түбірасты 3 бөлінген 2. Түбірасты 3-тен 1,7 деген сан шығады. Калькуляторға салсақ. 2-ге бөліп жасақ 0,185 шығады. Значит, мына ұзындық 0,85 екен. Мына жерге 1-ге дейін жетпейді. Мына жердің ұзындығы. Мына жердің ұзындығы синус 30 градус қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы болса, біз синус 30 градус 2-ден 1-ге тең болатын. Мынаны бүйтіп түссек, мынаның ұзындығы 1 болса, значит мына жер 2-ден 1 деген сөз. Мынаның барлығы 1-дің дәл ортасына келіп түседі деген сөз. 30 градус жасаса. Сонда косинус 30 градуста 0,85-ке тең екен. Значит, косинус мынау x болса, мынау y болса, біз нәрді жазып қойдық. Просто косинус альфа тең x бөлінген r-іміз радиус 1-ге тең болғандықтан, значит, осыдан күшті формула шығады. Косинус альфа тең x деген. Косинус 30 градуста, міне x-тің мәні, мына ұзындығы қанша болды? Соған тең екен. Синус альфа y бөлінген r дедік. R ол бізде 1-ге тең. Значит, осыдан формула шығады. Синус альфа ол y-ге тең. Екі күшті формула шығардық. Бірінші формула, екінші формула. Қараңдар, мысалға, тағы да сол шеңберді алайын. Былай сызайын. 45 градус жасайын. 45 градус. Мынау 1-ге тең. Былай түсемін. Біз білеміз, косинус 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Түбірасты 2 бөлінген 2 дегеніміз түбірасты 2-ден 1,4 шығады, оны 2-ге бөлсек 0,7 шығады. Значит, мына ұзындығы, мына жердің ұзындығы 0,7-ге тең екен. Синус 45-те түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең, ол да 0,7-ге тең екен. 0,7-ге. Сонда мына жер 0,7-ге тең, мына жер 0,7-ге тең. Потому что мына 90 градус болса, мына жер 45 градус болады, үшеуінің қосындысы 180. Бұл тең бір бұрыш болады, табандағы бұрыштар тең. Значит, мына жердің 0,7-ге тең болса, мына жердің ұзындығына тең. 0,7. Значит, міне қараңдар. Альфаның орнында 45 тұр, 0,7 болып тұр. Значит, мынада қандай градусты қойып есептеп шығарсаңдар, мына x-тің ұзындығын линейкамен өлшей салсаңдар, мысалға, линейкамен өлшемейміз ғой, но примерно өтірік айтамын, өлшей салсақ, ол 0,7-ге тең болады екен. Мынаның ұзындығын бәрі 1-ге тең. 0,7. Тағы да бір мысал айтайын. Мысалға 60 градусты алайын. 60 градусты. Былай түсірейін. Косинус 60 градуста мына жерге бүйтіп түссе 2-ден 1-ге түсіп қалады екен. Значит, косинус 60 градус 2-ден 1-ге тең екен. Синус 60 градуста мына жер бүйтіп түссе. Ол бізде түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең екен. Ол дегеніміз 0,185. Енді өздерің қараңдар. 0,185. Енді мына радиус 1-ге тең, Пифагормен шығарып көрейік, қараңдар. 2-ден 1-дің квадраты, мына жер 2-ден 1. Мына түбірасты 3 бөлінген 2 плюс түбірасты 3 бөлінген 2-ның квадраты. 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1-ге тең, түбірасты 3-ке тең, мынанікі 4-ке тең. Жауабы 4-тен 4 1 шығады екен.
түбір астынан бірден бір шығады. Значит, радиусымыз міне бірге тең болып тұр. Мына формула жазып қояйық. Косинус альфа тең x, синус альфа тең y. Бұл бізге керек. Мынау x, мынау y. 0 градуста, 0 градуста. Мына стрелкамыз жерде жатыр, вообще 0 градус болып тұр. Значит, косинус 0 градуста ол x-ке тең дейді. X онда 1-ді көрсетіп тұр. 1-ге тең екен. Синус 0 градуста ол y-ке тең екен, ол 0-ге тең. Енді 90 градусқа барайық. Косинус 90 градус. Косинус дегеніміз ол x. X-іміз 0. 0-ге тең екен. Синус 90-мызда 1-ге тең. Маған айтыңдаршы енді, косинус 180 градуста мына нүктеде неге тең косинус? Тездетіңдер. Тез. Ой, неғып қатып қалдыңдар? Қиын ба? Косинус 180 градуста мынаға келеді. Міне былай айналып келеді де бұрыш. Мына стрелка мына жерде қатып тұр да, сағат телі сияқты мына келеді. Косинус 180 x. X-іміз минус 1 көрсетіп тұр. Минус 1-ге тең. Синус 180-іміз 0-ге тең екен. Енді косинус 270 градус дейді. 270 градус деген сөз мынау 90, 180, 270. Косинус 270 градуста неге тең? А? 0. 0-ға тең, молодец. Синус 270 градуста минус 1 болып тұр. Қарашы, синус x ол y-ке тең. Y-іміз деген екінші жазылады, x дегеніміз бірінші жазылады ғой. Енді ары қарай. Косинус 360 градус дейді. Мынау 90, 180, 270, 360. 360 градус жасады деген сөз ол 0 градуспен бірдей екен. 1-ге тең. Синус 360 градуста 0-ге тең екен.